таяу шығыс аймағы ылғи шиеленісіп тұрады. Бір жыл бұрын білесіз, мына Газада кризис басталды. Израиль өзінің стратегиялық басымдығын арттыру үшін осы Газаны әлсіретті. Хамастың көзін құрпақшы болды, инфраструктурасын қиратты. Сонымен қатар Иран қолдаған Хизболланы әлсіретті. Сириядағы складтарын, қоймаларын, логистикасын, инфрақұрылымын бәрін жойды. Хизболла әлсіреді. Сонымен қатар Ресей, Украина да әлсіреді. Сирия ешкімге керек болмай қалды. Асад ешкімге керек болмай қалды. Барлық тастап кетіп қалды. Израиль өзінің қолын күшейтті. Израиль пейджерлерді жару, одан кейін алыс қашықтықтағы әртүрлі әскери құралдары бар, өзінің мықтылығын негізі көрсетті. Осы сәтті пайдаланған Түркия бастаған Сирия оппозициясы, біздің Астана процесіне келіп жүрген әртүрлі консерватив, экстремистік, радикал, ультрасалафи, джихадшыл топтар жанданып, осындай операцияға барды. Сириядағы билікті қазір қолына алып отыр. Ол жерде қандай билік болады, демократиялық немесе инклюзивті, ол бәрі қазір енді тартыс мәселесі. Әр тарап өзінің өкілін билікке келтірмек болады. Түркияның рөлі артты, Израильдің рөлі артып тұр. Кейбір араб елдері, мысалы Қатардың рөлі артып тұр. Бұның артында әрине ақш та тұр. Сондықтан да менің ойымша үлкен ойын таяу шығыста Ресейдің рөлі қазір әлсіреді. Сүнни күштер, яғни біз айтып жүрген ультрасалафит дедік, әртүрлі экстремистік топтар, Әл-Қаидаға жақындығы бар, Хаят Тахрир Шам, Шамды азат ету ұйымы, сонымен қатар Түркия қолдайтын әртүрлі әскери діни топтар бар Сирияның ішінде. Осылардың барлығы қазір билікке таласатын болады, немесе билікті бөлісетін болады. Үлкен проблема мына Сирияның солтүстігінде Америка қолдайтын күрдтер. Күрдтер ылғи осы Түркия үшін проблема болып келген. Енді қазір Түркияның мақсаты осы Сирияға қарсы операцияларды күшейтіп, олардың жерін азайту. Менің ойымша Сирия федерализация принципі бойынша құрылуы мүмкін. Бірақ енді Түркияның рөлі қалай болады? Ол да белгісіз. Израиль, ақш осы сириялық күрдтерді, Ирактағы күрдтерді қолдап тұр. Негізі Түркияның батысты айыптап отырғаны менің оңтүстік территориямда, шекарама жақын жерде күрдтер мемлекетін құрама деген қауіп. Оны Израиль қолдауы мүмкін, оны мысалы ақш қолдауы мүмкін деп жатыр. Осы себепті батыс пен Израильдің арасындағы қарым-қатынастар бұзылған болатын. Енді қазір өзіңіз байқап тұрғандай, бұл тектоникалық өзгерістер, бұл геосаяси цунами, өйткені біз айтып өткенде әртүрлі діни, саяси, этникалық өзгерістерді қамтып өтеді. Бізге салқыны бола ма дегенде, Астана процестері осымен енді аяқталуы тиіс деп мен ойлаймын. Өзінің рөлін атқарды. Қазақстанға Американың, әлемнің назарын аударды. Қазақстан осы халықаралық алаңда тараптарды татуластыратын жай ғана тараптар емес. Кейбір террористер де, кейбір экстремистер де Астанаға алып келіп, мысалы, татуластыруға тырыстық. Өйткені олар Идлибтің маңайында күш жинады. Соңғы 8 жылда Ресей бұрын керемет триумфатор ретінде осы таяу шығыста үлкен держава болып көрінген. Ал қазір ақш Ауғанстаннан қашқандай, олар да қашып кетті. Кейбір сарапшылардың ойы бойынша осы Талибандағы жағдай осы Сирияда қайталануы мүмкін. Яғни әсіре осындай діншілдер билікке келуі мүмкін дейді. Ол енді талас тартыс тудырады. Сириядағы салафилердің өзі де қазір ребрендинг жасап, өзінің радикалды ойларынан бас тартып, сырттай болса да жұмсарып, шынайы саясатқа бейімделіп жатыр. Мен ойламаймын, бұл үлкен өзгерістер Орталық Азия, Еуропа, басқа да аймақтарға таралады деп мен ойламаймын. Өйткені біріншіден олардың енді спонсорлары әлсіретілді. Қазір енді ол терроризм мәселесі жаһандық күн тәртібінен біраз бара жатыр деп айтуға болады. Өйткені жаңағы кеше ақш-тың өзі, Израильдің өзі осы Сириядағы бүкіл осы
Хаят Тахрир Шамның басқа да радикалдардың қолына түсу мүмкін қоймалардың бәрін жарып жатыр қазір. Және де Израиль осы Сирия мен аймақта, Сирия территориясы есебінен буфер аймағын құрып жатыр. Яғни осы радикалдармен шекаралас болмау үшін қосымша буфер аймағы. Ол жерде халықаралық бітімгер күштер бар, оның арасында қазақ әскерилері де бар. Оларға тікелей қауіп төнеді деп мен ойламаймын. Және де бұл жерде болашақ осы Түркияның да қолдауымен, араб елдерінің көмегімен Европа бар. Осы Сирияның реконструкциясы қалай болады? Оғанға дейін жағдайды тұрақтандыру керек. Уақытша үкімет құрылатын болады. Бұл жерде принциптер, жаңа конституция сайланатын болады. Мына босып жүрген халықты қайтару, одан кейін Сирияның ішіндегі күрделі құрылымы бар, этникалық, конфессионалды, ол жерде алавиттер бар, бұрынғы билікте отырған шиит азшылық. Көпшілік суннит бар, 60-70%. Олардың өзі бөлінеді. Мысалы, бір жағы түріктер жаққа қараса, бір жағы араб, Қатар, басқа да араб елдерінің спонсорлығында. Сол сияқты жаңа күштерді айтып отырмыз. Бірнеше күштер бар. Енді бір нәрсені анық айта аламын, мен Түркия мен Израильдің мүдделері қазір тоғысып тұр әзірше. Өйткені Түркия осы Израиль әбден осы Хизбулланы әлсіреткенше күтті. Операцияны дер уақытында бастады. Қазір Түркия осы өз аймағында деп айтуға болады, үлкен бір күшке айналды. Әскери жағынан барлау, бүкіл мүмкіндіктері, және де Сириядағы, таяу шығыстағы әртүрлі діни, саяси, этникалық топтармен етене қойын-қолтық араласу, олардың тілін табу, оларды басқару сияқты Түркия қазір өте күрделі ойынға кіріп кетті. Менің ойымша, Түркия осы болашақта қалыптасуы мүмкін үлкен сунниттік фактор геосаяси жобасының бастауыш күштерінің бірі. Сауд Арабиясы жақын арада Израильмен келісімге келе ме? Оған кедергі негізі осы Палестина мәселесі болған, және де ол соғыстардың тоқтауы болған. Қазір енді Газа бойынша Каирде болсын үлкен оптимизм бар. Екі жақ келісімге келіп жатыр. Менің ойымша, Израильмен осы араб елдерінің төресі деп айтайық, Сауд Арабия келісімге келетін болса, ол жағдайда осы таяу шығыс кішкене тынышталуға қарай бет алуы мүмкін. Сирияда белгілі бір мағынада Талибанға ұқсас, немесе айталық Түркияға ұқсас, жаңа бір конфигурация, бір мемлекет құрылуы мүмкін. Ол жерде бүкіл ұлттарға, діндерге, жаңағы біз айтқан салафилерге де болсын, жаңағы мұсылман бауырлары бар, оларға да үлкен құқық беретін осындай мемлекет құрылуы мүмкін. Менің ойымша, федерация құрылу керек Сирияда, әр тараптың құқығын қорғайтын. Бірақ ол қазір жағдайда мына өмірі азаматтық қоғам сияқты, демократия, адам құқықтары сияқты мәселелерге өте үстіртін ғана қарайтын осындай таяу шығыстың шығыс елдері үшін өте қиын, қоғамдар үшін. Өйткені босып кетті, үлкен травма бар, миграция мәселелері, ел құлдырап кеткен әбден. Өте әдемі мемлекет еді Сирия деген, бірақ енді қазіргі жағдай өте аянышты. Енді менің ойымша, осы болашақта осы аймақта бір тынышталу болуы мүмкін. Кейбір сарапшылар айтып жатыр, Америка осы таяу шығыста НАТО-ға ұқсас бір структураны әзірлеп жатыр дейді. Оның ішінде Израиль болады, Түркия болады, араб елдері болады, және Иранды тежейді. Өйткені Иран деген қандай өте қауіпті күш екенін олар Украина соғысында көрді. Украина енді өзінің дрондарымен, ракеталарымен осы Ресейді жабдықтады. Сондықтан да Украинамен де тікелей байланысы бар. Иран қазір экономикалық жағынан, имидждік жағынан, геосаяси жағынан қазір әсер етілді. Демек, Израильдің бұрыннан бері күші оған жететін, бірақ дәл қазір осындай жоспарлар арқылы, Газаны құрту арқылы, мына қазіргі Хизбулланы әсер ету арқылы, Сирия мынандай жағдайға келіп отыр. Израильдің жоспары ақырындап орындалып келе жатыр. Енді мына Трамптың келуі, ол Нетаньяхуға қолдау үстіне қолдау болады. Демек, осы үлкен геосаяси жобалар жүзеге асып жатыр. Оған қарсы Түркия өзі де басқа бір жоба ұсынуы мүмкін. Жаңағы сунниттерді қолдау арқылы, мейлі радикал болсын, мейлі экстремист болсын, олар жұмсартып, өзінің күн тәртібіне қарай тартып. Өйткені енді Түркияда көбінесе мұсылман бауырлар, Ихуан деп аталатын осы ұйымның ықпалы бар. Оған жаңа біз айтқан араб елдеріндегі діни ағымды қоссаңыз, олар белгілі мағынада еріп жатыр қазір. Еріп, шынайы өмірге, шынайы саясатқа бейімделіп жатыр. Бұлардың мемлекеті анандай, жаңа айтып өткендей бір жартылай діни, жартылай демократиялық бір жүйеге алып келе ала ма?
ол енді сұрақ, өйткені Талибан көрсеткендей уәдені төкті. Біз енді қыз балаларға білім беру құқығын береміз, ашыламыз, барлығына тең қараймыз деп айтты, бірақ практика жүзінде ол олай емес болып шықты. Сол сияқты бұл жерде де жағдай қалай болады, адам құқықтары қалай сақталады, Сирияның ішінде тұрақтылыққа келе ала ма, бір-бірімен келісе ала ма, ертең билікке таласып кетпей ма? Өйткені әр тарап, әр группа, әр фракция өзінің шағын диктаторын билікке әкелуге тырысады. Сол арқылы жаңағы мемлекеттік істерге қол сұққысы келеді. Енді Сирия көбінесе мына геосаяси, мына энергетикалық газ жобаларының түйіскен жерінде тұр. Қазір енді Түркияның үлкен жоспарлары бар, осы таяу шығыстың газын Европаға жеткізу мәселесі. Және сонымен қатар да жаңа айтып өткендей идеологиялық соғыстар да бар. Мысалы, Иран бұрындары осы аймақта үлкен бір шииттік белдеу құрмақшы болды. Иран, Йемен, Сирия, Ливан, Ирақ осы аймақта өзінің идеологиясын жайды да. Америка оған рұқсат та берді, мүмкіндік те берді. Бірақ оның уақыты бітті. Қазір енді басқа проектінің уақыты басталады. Ол жаңағы Түркия бар, жаңағы араб елдері бар. Менің ойымша енді аймақта үлкен бір соғыс болады деп мен ойламаймын. Жаңа келген радикалдар қазір ақыл кіріп, олар да қазір айтып өткендей саясатқа қарай, институттарға қарай бет бұрған сияқты. Өйткені жаңағы Джулианидің айтқан сөзі, мына CNN сұхбат берді. Сол жерде ол кәдімгідей өз имиджін өзгерткен. Бұрындары мысалы басына шалма киіп, сақалын үлкейтсе, енді Аль-Қаиданың өкілі ретінде. Қазір енді ол басына кепка киіп, Зеленский сияқты жасыл әскери форма киіп, революционер имиджін көрсетіп жатыр. Яғни олар Сирияның жағдайына бейімделді, олар глобал джихадқа бармайды, сондықтан оның қатты қауіптенудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұрынғы ислам мемлекеті, ИШИМ, ИГИЛ сияқты жан жаққа өзінің идеологиясын жаймайтын болады деп ойлаймын. Бірақ әрине радикализмнің қаупі әлі сақталады, әсіресе электронды салада, интернет саласында олар сақтала беретін түрі бар. Қалай болғанда да енді мына Талибаны бар, басқа да топтар бар. Бұлар қазір енді ойланып қалды деп мен ойлаймын. Енді Ресейдің жасаған қатесі, өзіне қарсы Израильді қойып алды. Украинада соғысқан кезде, және де мына Хамасты, мына Иранды қолдаған кезде, Хизбулланы, басқасын қолдаған кезде, Израиль өзіне қарсы қойып алды. Енді ол неге алып келгенін қазір көріп отыр. Сондықтан да Ресейдің осы таяу шығыстағы, Жерорта теңізіндегі, тіпті Қара теңіздегі, Балтық теңізіндегі ықпалы азайды. Қазір Ресей кәдімгідей енді геосаяси жағынан өте сондай сәтсіз жағдайда отыр. Жеңіліс бұл. Бұл енді Украинадағы қалай әсер етеді? Трамп та барған сайын өзінің твиттерін жариялап, Ресей сен жеңілдің, 600-700 мың әскермен айырылдың деген сияқты сигналдар беріп жатыр. Бұл өз кезегінде осы Украинадағы мәселенің шешілуіне алып келуі мүмкін деп ойлаймын. Енді қысқаша айтқан кезде араб елдерінің маңызы қандай болады? Өйткені араб көктемі басталған кезде, осыдан қанша 14 жыл бұрын революция ретінде келді. Халық диктаторларға қарсы шықты. Ал енді мына Асад қазір Москвада пана тапты. Бүкіл диктаторлардың пана табатын жері Мәскеу. Сондықтан біраз диктаторларды, авторитарларды бұл ойландырып тастады. Өз халқына осындай қан төгіс жасаған лидерлер ертең қандай жағдайда қалады? Оларды кім құтқарады, кім қолдайды? Міне осы мәселе қазір ашық сұрақ болып тұр кез келген диктатордың алдында. Сондықтан да менің ойымша бұл аймақтағы тектоникалық осындай айтып өткендей геостратегиялық сілкініс, жаңа айтып өткендей геосаяси цунами, бұның әсерлері болады. Өйткені Түркия айтып өткендей бір аяғы түркі әлемінде, екінші аяғы ислам әлемінде тұр, үшінші аяғы НАТО. Түркия өзінің геосаяси орналасу жағынан және де қолындағы құралдары жағынан қазір біршама күшейді деп айтуға болады. Оны енді батыс ары қарай қолдай ма? Ол да белгісіз. Батыс түркі проектісін қолдай ма? Осы ислам проектісін, сүнни проектісін қолдай ма? Ол да үлкен сұрақ. Енді қараңыз, осы Түркияның екі бағыты, үш бағыт деп айтсаңыз болады. Біреу НАТО батыс бағыты, екінші түркі бағыты, үшіншісі мына ислам бағыты. Өйткені Осман империясы кезінде олардың ықпал аймағы осы ислам аймағы болды, және Балқан болды. Осы себепті менің ойымша осы үш таған, үш ұстын Түркияның стратегиялық автономиясын арттырумен қатар болашақта
үлкен бір геосаяси күштің бір конфигурациясы көрініп келе жатыр. Мен жаңа айтып өткен сунни жобасы, үлкен сунни жобасы. Ол Израильмен бірге осындай үлкен келіссөзге келетін болса, ол жағдайда мына ислам әлем ретінде біздің болашақта қауіпсіздігіміз қамтамасыз ететін жаңа бір күштің шыққанын айтуға болады. Әрине ол туралы айту біраз сәл ерте болғанмен, бірақ болашақта ол үлкен бір жобаға айналуы мүмкін, және де қазір алаңын тазалап жатыр. Яғни өте қатты формада, экстремистік формада болса да, бірақ болашақта адам құқығы, инклюзивті қоғам құру, демократия, мына қоғам мен мемлекеттің өзара жарасымды гармониясы сияқты салаларда үлкен бір жол салып келе жатыр. Дара жол, адамзаттық деңгейде үлкен бір жолдың шеті шығып тұр. Бірақ ол әрине ол туралы қазір көп айту әрине ертерек, қауіптірек те болуы мүмкін. Бірақ менің өзімнің аналитикалық ойым, пайымдауым соған алып келеді. Өйткені қазір мына батыстың, әсіресе Американың бар назары көбінесе мына неге қарай, Қытайға қарай, одан кейін ішкі америкалық мәселелерді шешуге қарай бағытталып тұр. Трампқа қазір мынау таяу шығыстағы проблемалар керек емес, оның басылғаны керек. Сондықтан да менің ойымша жаңа айтып өткендей, таяу шығыстағы бір НАТО құрып жатыр ма деген сұрақ. Әрине күрделі бұл аймақ, өйткені Түркияның жағдайы қалай болады? Түркия ол Израильдің ол проектісіне қарсы шығып, басқа бір жобаларды дамытпай ма? Оларда кикілжің конфликт болып кетпей ма деген сұрақтар. Өйткені енді радикалдар болғаннан кейін олар да мысалы ойланады. Бірақ қазір сүнни радикалдар үшін ең бірінші жау қазірге дейін шииттер болып келді, Иран. Ал енді ол Иран кішкене сәл шегініп өзімен өзі болатын болса, Америкадан қорқып біраз уақытқа дейін. Ол жағдайда енді осы Израиль мен осы сүнни радикалдардың арасында бір от шығып кетпей ме деген де сұрақтар бар. Күрдтер мәселесі қалай шешіледі? Ол да үлкен сұрақ. Оны Израиль мен Америка қолдай ма? Ол да үлкен бір сұрақ. Сондықтан да қысқаша айтқан кезде мына біздің аймағымызға ол енді кейбіреулер үлкен дақпырт көтеріп айтуы мүмкін, осы қайттан осы радикалдар келе жатыр деген сияқты. Бірақ бір нәрсені айту керек, осы Сирияда орталық азиялық экстремисттер бар. Ұйғырлар бар, өзбектер бар, бұрын шешендер болатын енді. Кезінде қазақтарда болды мысалы. Олар енді сол Сирияда өзін керек көрсету керек та, оларды қолдану мүмкін. Күрдтерге қарсы қолдану мүмкін, басқа да бір проекттерді ішінде қолдану мүмкін, сынап көру мүмкін да олар. Егер олар сол сынақтан өткісі келмей, сыртқа қарай шыққылары келетін болса, ол жерде олардың баратын жерлер қай жер? Әрине осы біздің аймақ болады. Осы жағынан келген кезден бір қауіптер бар. Енді Ауғанстан мен осы Сирия бір жағынан ұқсас болып кетті. Таяу шығыста жаңа бір Ауғанстан деп айта аламыз ба? Ол да енді әлі ерте. Қысқаша айтқан кезде осындай қазір күрделі процесстер болып жатыр. Меніңше осымен тоқтады. Өйткені істейтін болса кезінде істер еді. Айттым ғой. Хамасты қиратты, Хизбулланы әлсіретті, бүкіл басшылығын қырып тастады екі ұйымның да. Былайша айтқан кезде Иран сол аймақта аяқсыз қалды, әлсіретілді. Сирия осы Иранның жобасының ең басты, маңызды, бірақ ең әлсіз буыны еді. Өйткені ол жерде халықтың көбісі сунниттер. Өйткені Иран да, Ресей де таяу шығыста вакуум толтыруға қауқары жоқ. Таяу шығысты ұстай алатын, тіпті Қытайдың да шамасы келмейді оған. Таяу шығысты ұстай алатын ол Америка мен Израиль, және араб елдері, монархиялары. Өйткені Сауд Арабиясы, Қатар, әмірліктер, мықты осы бай араб елдері, олар Американың одақтастары. Израиль де Американың одақтасы, Түркия да Американың одақтасы. Сондықтан да осы жағдайда Түркия өте ақылды болу керек. Түркия өте сондай смарт, өте ақылды, стратегиялық ақыл деп айтады ғой. Соны көрсете білу керек. Осы кезге дейін ол енді стратегиялық сабыр көрсетті, 8 жыл күтті, жеңілгендей болды. Бірақ оның уәделері бірте-бірте іске асып келе жатыр. Дамаскке барамыз деді, Дамаскке келді. Басқа да енді бір қауіп, жаңа айтып өткендей, мына көбінесе исламистерде бір жаман жері, олар мына Израильді жау ретінде көріп, соған кезінде діни кітаптарда, бір аңыздарда айтқандай, догмаларда айтылғандай, біз бәрібір де Израильға барамыз, Израильді жаулап аламыз, Израильдің көзін тұтамыз, біздің қасиетті мәтіндерімізде солай жазылған деген сияқты нәрсені, дақпыртты көтеретін болса, ол әрине таяу шығыста қиын жағдайға алып келеді. Таяу шығыста әлі конфликттер болады.
таяу шығыста бәрі керемет болып кетеді деген аңқау ойдан аулақпыз. Таяу шығыс ылғи осылай бұрқырап қияметке дейін жалғасатын болады. Сіз оған қалай қарайсыз? Сол маңызды. Егер мысалы Украина өз қазіргі 18% территориясын Ресейге беріп қойса да, бірақ егер соғыс тоқтайтын болса, Украинаға қауіпсіздік гарантиясы берілетін болса, ана Будапешттегідей емес, нақты гарантия керек болып тұр Украинаға. Егер сол берілетін болса, және де НАТОға мейлі қазір кірсін, мейлі 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін кірсін, бірақ сондай бір уәде берілген болса, және Украинаны Европа, батыс қолдап тұратын болса, әскери жағынан, экономикалық жағынан қолдайтын болса, онда Украина да ұтты деген сөз. Ал енді Ресей бұған дейін бір ай, 2 ай бұрынғы ақпараттық алаңда Ресей жеңіп жатыр деген үлкен бір толқын жүрген болатын. Ал енді қазір мына таяу шығыстағы жағдайдан кейін Ресейдің үлкен бір жеңілісі бұл, стратегиялық жеңілісі біріншіден. Екіншіден, осы жеңіліс Украинаға да белгілі әсерлері болуы мүмкін. Өйткені мына әскерилердің, халықтың, жалпы ресейліктердің көңіл күйі түсіп кетуі мүмкін, сын көбеюі мүмкін. Енді әрине Ресей енді 18% жерін жаулап алды, тағы да жаулағысы келетін шығар. Бірақ қазір Трамп билікке отырғанға дейін де біраз сюрприздер жасауы мүмкін. Билікке келгеннен кейін де сюрприздер болады. Сондықтан да мен Ресей осы Трамппен келіссөздерге қазір дайын деп ойлаймын. Өйткені санкциялардан да, басқа да сындардан да шаршады. Ары қарай енді соғыса беретін қауқары да жоқ сияқты. Менің ойымша бұл оқиғалар біз ойлағаннан да тез дамып кетуі мүмкін. Біз ойлағаннан да тез процестер басталып кетуі мүмкін. Мейлі Ресейде, мейлі Украинада. Украинаны беріп қою Ресейге, ол батыстың стратегиялық жеңілісі деген сөз. Трамп келе салып, жеңілген адам болып көрінгісі келмейді. Трамп келе салып, үлкен бір жеңіспен бастағысы келеді. Өйткені ол айтты ғой, мен бәрін шешем, бүкіл аймақтарда тыныштық орнайды, бар назарымызды осы Америкаға және Қытайға арнаймыз деді. Сондықтан да менің ойымша Трамптың осы тұсы өте реалист деп айтуға болады. Өйткені Ресей әлсіретілді. Демократтар Ресейді әлсіретті. Экономикалық, әскери, имидж жағынан, ақпараттық жағынан әлсіреді. Енді кешегі Сириядағы жағдайдан кейін де бұл жалғасуы мүмкін. Енді Ресей қазір тырысады, мен жеңілген жоқпын, мен әлі күштімін деген сияқты. Бірақ енді шын айтқан кезде шын жағдай көрініп қалды. Біздің ақпараттық ойындарға, ақпараттық өтіріктерге де сенбеуіміз керек. Кейде бізде Қазақстанның ішінде бір аналитикалар шығып жатады. Ойбай, Ресей бүкіл Украинаның территориясын алмай тоқтамайды екен деген сияқты. Ол сіз бен біз сияқты қарапайым адамның емес, терең аналитикамен айналысатын адамдардың аузынан шығып жатады сондай сөздер. Ол біздің стратегиялық ойлау институттарымыз сонда жалған анализдердің жетегінде кете ме деген үлкен бір күрделі сұрақтар бар. Газа мәселесі қазір бізге бір нәрсені анық көрсетті. Бұрынғы палестиналық романтизм жоқ енді. Иран жасап көрді, оғанға дейін арабтар жасап көрді, бүкіл арабтар Израильге жабылды Палестина үшін, бірақ бәрі жеңілді. Сондықтан да мен бұл жерде егер Түркия ғана бір нәрсе жасамаса, қалғандар қолынан ештеңе келмейді деп ойлаймын. Екіншіден, Газа бойынша қазір Хамас осы израильдіктермен Египетте, Дохада үлкен бір келіссөздер жасап жатыр. Оптимизм бар, жақын арада шешіледі деген әңгімелер бар. 60 күнге дейін соғыс тоқтауы мүмкін. Жаңағы босататын адамдардың аты жөндеріне дейін жүру белгілі. Сондықтан да дипломаттар жұмыс жасап жатыр. Өйткені Газаның түгі алған жоқ негізі. Бар қиратылды, және де халқы қазір босып кетті. Сондықтан да ол енді Израильдің күшпен, қан төгіспен тартып алу деп айтуға болады. Израильдің бұл жасағаны геноцид, Израильдің бұл жасағаны қан төгіс, бірақ ол өзінің күшін көрсетті. Күштімен ойнаудың, күштімен қалжыңдаудың қалай болатынын көрсетті. Өйткені таяу шығыста бәрін күш шешеді. Кім күшті, соныкі дұрыс. Ол шығыс халықтарында солай болған, өкінішке орай. Сондықтан да бұл жерде Түркия, Израиль және айтып өткендей араб елдері. Осылар негізгі күштерге айналады.